Миллиондап көкпарға шашып жатсыздар. Ысырап. Құр атақ үшін кетіп жатыр. Түк пайдасы жоқ. Сол Европа шақ жасап жатқанда, сол бабаларымыз көкпар тартып, далбалақтап жүрген ғой. Оқып шақ жасаудың орнына. Біз де соның кебіміз. Өзгерген жоқпыз біз. Атама көкпар, бәлеңе көкпар, түгенге көкпар. Одан сол атаңа сол көкпар кеткенге ақшаға сол бір мешіт сап бермейсің ба? Бір ауыл мешітші жоқ ауылға. Болмаса бітпей жатқан мешіттің құрылысына құймайсың ба? Бітпей жатқан медресенің құрылысына құймайсың. Болмаса сол ауылыңа жол сап бермейсің ба? Атаңның атынан. Қанша пайдасы тиеді? Болмаса сол ауылдан бір-екі жасты Оксфордқа, Гарвардқа апарып оқытып келмейсің ба сен? Есіл ақша жаңа далаға кеткен. Қанша қырғын ол жерде. Атыс шабыс, төбелес, қан төгіс, соның күнәсінің бәрі сол атаңа барады сенің ертең. Соған беріп жатсың ғой сен соны. Сол кеткен, көкпарға кеткен қаржыны ғылымға салсақ қой, не бір қазақтың ойшылдары шығар еді жаңағы. Бір жылға кеткен көкпарға сараға жиналып айтса, бір баланы Гарвардта оқытайық, қазақтың бір баласын оқытуға, 10 жыл оқытуға жететін шығар, бір жылғы көкпардың шығыны. Қараш, ертең сол оқып келіп, бір технологияны дамып, біз соны ойлауымыз керек қой, құрметті. Не керегі бар ғой? Ойнама демейміз, ойнау керек, бірақ нормасы болу керек. Қар нәрсен шегі болған. Не деген сұмды? 15 миллион, 20 миллион. Ысырап қой бұл, ысырап. Обал ғой, обал. Жүрек елдер дрон жасап атқанда көкпар сүйреп. Жүрек солай. Сол бізге жақсылға кесе сүйреп. Бүкіл тапқан таяғымыз соған салайық. Ойбай, менің көкпарында 1000 ат болды, ананың көкпарында 10 000 ат болды, ананың көкпарында 100 000 ат болды, сөйтіп 200 000-ға толтырайық, сөйтіп миллионға толтырайық. Жүрек сол аттың санымен жарысып. Сол көкпарға тіккенше, ең болмаса соны мәулетке сасан ғой шіркін, 1%-ін мен түгелін демей қойын. Енді соларға сол мешітке көмектестеш, атаңның атын көк тиынын бермейді. Мені шайтан қалай азғады, түйшікті сен бер дейді. Ана өткенде 1000 атқын қатысқа сен 2000 ат жина дейді. Әйтеуір болмайтын бір әурешілік. Міне бұның бары қателесу. Жақсылық апармайды ол бізді. Жақсылық апармайды. 1000 көкпаршыңды бар ғой, бір дрон не істейді? Күлін көкке шығады ғой. Маған десе қандай ат болсын ол. Бізге қазір ғылым керек, құрмет бар. Жастарымызды мына өскелең ұрпақты оқытайық. Дін ғылымына берейік, астрономияға, медицинаға, физикаға берейік, химияға берейік, не бір технологияға берейік. Берейік, оқысын, барып келсін, әлхамдулилля, еліміз тыныш, шекара ашық, бәленбай елге визасыз кіреміз, әлхамдулилля. Енді соны пайдаланып, барып оқытайық балаларымызды. Тіпті о жақта қоғам қиын десең, Эмиратқа барып оқыт, мұсылман елі. Сол ғылым, сол филиалдары бар сол жерде. Оксфорд, Гарвардтарының, Катарға барып оқыт. Тіпті дамыған, жаңағы бұзылмаған ел керек десең, Европаға жібере алмайым десең, бар жағдай жасалған. Көкпар. Қайда барамыз, мен айтыңыздаршы? Қайда барамыз? Осылай жүре береміз ба? Егер сенің ақшаң адам жолмен кесе, көкпарға кетпеген болар едің да. Ол тендерден леви келген ақша ғана, 10 сантиметрдің 3 сантиметр асфальтын жекпеген ақша ғой. Сосын сол жаққа кетеді. 100 теңгенің перчаткиін 1000 теңге деп көрсетіп, 900 теңгені жедің. Соған үй саласын сол ақша. Халықты алдап отырсың, сен үкіметте емес. Мына жерде 10 сантиметр емес, 7 сантиметр асфальт салдың, 3 сантиметр дейсің. Үкіметке 10 сантиметр салдым деп көрсетесің, парасын беріп. Одан кейін айтасың, балам неге ауырады дейсің. Келіншегім ауырып жатыр дейсің, анаң ауырып жатыр дейсің. Харам жегеннен кейін ауырады адам. Өйткені сен сол параның ақшасына соға сен сол тендерден харам жолмен откат беріп сен үй салдың, ол харам тұрып атқан үйің. Көлік алдың, көлігің харам сенің. Соған киім алдың, киімің харам сенің. Ішкені, жегені харам. Алла дұғамды қабыл етпесе, оның дұғасы қабыл болама деді пайғамбарымыз. Ішкені харам, жегені харам, кигені харам болса деді. Енді харам жегеннен кейін балаң ауырады да сенің. Өкіметтік емес, ол сен қанша мынау жетім жесірдің, кем бағалдардың несібесін жеп кеттің сен. Сондықтан ойланыңыздар о нәрсені. Одан кейін керек емес жаңа ата бабаны дүркіретіп көкпарды берсің бә, бермейсің бә жаңа. Қалай келді, солай келді, кетіп жатыр. Оған Алла мұқтаж емес, бәлкім солай да дұрыс шығар. Олардың кір ақшасын Алла тағала мешітке жолатқысы келмей жатқан шығар.